Театрдың өз көрермені болатын секілді кітапхананың да өзінің тұрақты оқырманы бар. Жалпы облыста Мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты 139 кітапхана қазір өз жұмысын жасайды. Бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында 24 қазан кітапханашылар күні тақырыбында баспасөз конференциясы өтті. Баспасөз конференциясына Абдол Сланов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапхана директорының орынбасары Мейрамгүл Дәулетқалиева қатысып, өңіріміздегі кітапхананың жай-күйі мен алдағы жоспары туралы сөз етті. Қоғамда кітапханаға дәстүрлі кітап оқу үшін адамдар аз келеді деген пікір қалыптасты. Бұл пікірді жоққа шығара алмаймыз. Дегенмен де әр кітапхананың өзінің тұрақты оқырманы бар. Жалпы кітапханаға жылына 32 мың оқырман келеді деп санасақ, ал оны күніне есептегенде 30-40 шамасында болады. Бір қызығы, сенбі және жексенбі күндері күндегіден әлде қайда көп оқырман келеді. Алдағы уақытта өлкемізді таныту мақсатында 1946-1976 жылдардағы Прикаспийский коммуна газетіндегі бұрын-соңды еш жерде жарияланбаған мақалаларды оқырман назарына ұсына отырып, контент санын көбейту жоспарда бар, дейді Мейрамгүл Лесқызы. Сондай-ақ, ертең кітапханашылардың кәсіби мерекесіне орай кітапханашы білім шырақшысы атты салтанатты шара өтеді. Концерттік бағдарламамен бірге кітапханашылар Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің құрмет грамотасы, Қазақстандық кітапханалық одақтың бірнеше төсбелгісі, сонымен қатар облыс әкімінің алғыс хаттарымен марапатталатын болады. Баспасөз конференциясы соңында Мейрамгүл Лесқызы әріптестерін кәсіби мерекемен құттықтап, оқырманға жылы лебізін білдірді.